Құрметті сот, айыпталушы Кенжебек Талғат, жәбірленуші Рысбек әдейі боқтамаған, мас болған. Түсіністікпен қарауыңызды сұраймын. Көлікті мас күйінде жүргізген үшін жазалауыңызды талап етеміз. Сен әлі ренжіп жүрсің ба? Қанша дегенмен туған анаң ғой. Мүмкін сізде көрерсің. Ол дейтін жетім ол? Тегін білмейтін адам ол. Ертең мен қарындасыма не бере алады деп ойлайсың? Жетімдер үйінен шыққан әр баланың арманы ата-анасын бір көру емес па? Мен сенің анаңды ізде дегенді ойландым. Біржан оны мен емес, Ердосқа айтып жүрген. Іздейтін болдым. Негізі Ердосқа мен ғой айтқан, мамасын іздеген дұрыс болады деп ше. Баласын іздетпегендерді көрушек. Анасын іздетпегенді бірінші рет көріп тұр. Қолымызда бары осы жалғыз сурет. Көмектесіп жіберіңіз шаға. Кім болдыңдар сонда? Біз жиендер ме? Жоқ. Құда баласыңдар ма? Жоқ аға. Нағашылар болдыңдар ғой. Бүгін угадайды тап отырамыз ба, таба алмайсыз бәрібір. Ақпен қыран ажырап жүрсің ба сен? Малғым таза. Мен үлкен адам шығармын, қалай сөйлейсің? Ужас! Мынау мамаң болса, кешіріп жіберетін мама екен да.